Саламатсыңдар ма? Нұсқа талдау өте жаңа нұсқа. 16-шы нұсқа талдау. Так, ең алғашқы сұрақ. Бұл тест центрдің нұсқасы. Платный нұсқалар қарап едік. Ең соңғысы 9 нұсқаның 9-шысы. Деректер мен программаларды уақытша сақтау үшін қолданылады. RAM. RAM, я, бұл аббревиатура, толық аты. RAM. Random Access Memory немесе қазақша жедел есе сақтау құрылғысы. Жақсы, кеттік ары қарай. Берілген желінің IP мекен-жайы мен желі маскасы бойынша желі мекен-жайын анықтау қажет. Так, қалай анықтаушы едік? Вот. Қалай? Қайсысы болады дейсің? Қатып жатыр. Қалай анықтаушы едік? В дұрыс айтасың. Иә. Мысалы, бұны анықтау үшін біз биттік көбейту орындаймыз, иә? IP мекен-жайы мен желі маскасының арасында биттік көбейту орындаймыз. Ол деген мынаны екілікке әрқайсысын, мынаны да екілік санау жүйесіне айналдырамыз. Ал 255 деген екілік санау жүйесінде 8 бір. Демек, оны біз мына сандардың әрқайсына жеке-жеке көбейтеміз ғой. Мына 255-тің барлығын. Сол кезде мыналар сол күйі қалады. Ал мынау 0 дегеніміз ол 8-0. Солай ма? Оны да биттік көбейту орындау кезінде мына жердегі 88-ге, я, 0-ге көбейтсек, бәрібір көбейту кезінде 0 шығады. Сол себептен де мыналар өз орында қалады да, ал соңында 88 болады. Яғни 145, 92, 137, 0. Дәл осыған ұқсас вариант бар екен. Мынамен шатасып қалуға болады, я. Бұда да 0 деп тұр, бірақ мына жерде бір санын ауыстырып жіберіпті. Ол қалай шатасуға болады? Болады ғой, асыққан кезде. Так, сұрақ бар ма? Түсініктеме қалай шыққаны? Жақсы, кеттік әрмен қарай. Алфавиттің ақпаратты тасымалдауға жылдамдығы, то есть ақпаратты тасымалдауға жарамдығы ең аз қуаты дейді. Жарамды ең аз қуаты. В общем, өмірде бар мүмкін ең аз қуаттылығы бар әліппе деп тұр. 8 ең азы. 4. Примерно, в общем, айта кетеміз ба? 2 емес па? 0 мен 1. Екілік санау жүйесі ғой. Ақпаратты тасымалдай алады ғой екілік санау жүйесі, солай ма? Кез келген ақпаратты. 0-дер мен 1-лердің көмегімен. Компьютерде кез келген ақпарат сақталынады. Сол себептен де ең қуаттылығы аз бізде алфавит, ол екілік. Екілік санау жүйесінде жалпы екілік алфавитте біз кез келген ақпаратты сақтай аламыз. Түсіндік пе? Сұрақ. Кеттік әрмен қарай. Кибернетика сөзінің ақпараттық көлемі. 11 байт. Я, жай ғана әріптерді санай саламыз да, бір символды бір байтқа тең деп аламыз, я? Бір символ тең бір байтқа. Не себептен? Себебі компьютерде жазылған ақпарат деп аламыз да, оны ASCII-мен алып 256 символ деп. 256 символ 2-ның 8 дәрежесі болғандықтан, бір символ 8 бит немесе 1 байт деп есептей салмаймыз ба? Символын санадық та 11 символ екен, жеңдік. Сұрақ бар ма? Жақсы, белсенді қатысып отырайық. 8-дік санау жүйесінде берілген 604 санының 10-дық санау жүйесіндегі мәні. Қалай айналдырушы едік? Дәрежелерге беріп шығамыз. Я, дәл солай 8-дің дәрежелерін жазып шығамыз, я. 8-дер, 0 дәреже, 1 дәреже, 2 дәреже. 0 дәрежедегі 8 1, оны 4-ке көбейтеміз. Қосу 0, 8-дің квадраты 64, 64-ті 6-ға көбейтсе қанша? Так. 388 ватт. 88-ге 4-ті қоссаң, или общий 388 болады. Общий жауабы 388 ватт. Так, 64-ті 6-ға көбейтсек, 360 қосу 24, 84. 84. 384 оған 4-ті қосасың, 388 болады. 88 болады. Теңдік па? Жақсы, бұл уже 10-дық санау жүйесінде.
Так, кеттік әрмен қарай. 34 санының ондық санау жүйесіндегі мәні дейді. Мынау 8-дік деген. Тоже дәрежелер жазамыз, я? 8-дің 0 дәрежесі, 8-дің 1 дәрежесі. 4 қосу 8 жердегі 3 қанша? 28. 24 емес пе? Жоқ, жауабы 28 болады. Қайдан білейін. 28. Не ойланып қалыңдар 8 жердегі 3-ке. 7 жердегі 3 21 еді ғой, я? 3 қоса саласың 24. Жақсы, кеттік әрмен қарай. Берілген ақиқат кестесіндегі өрнегінің нәтижесі дейді. Мына кестедегі мына өрнектің нәтижесі қандай болмақ? Д варианты көрінбей тұр ойдың бізге, да? Мынаны ешқайсы дұрыс емес болса, Д дұрыс қой. Қарамай белгілей саламыз. Так, бұл жерде бізде мынау қандай амал еді? Және қайсысы бірінші орындалады? 1, 0, 1, 1. Бірінші А, терістелу орындалады, я? Мыналар теріс деп шығамыз. 0-ді теріс дейсің 1, 1 теріс дейсің 0, 1, 0. Енді бұларды қосып шығамыз. 1, 0, 1, 1. Жеңдік. Сұрақ бар ма? Түсініксіз болатын болса айтайық, міндетті түрде қарайық, бәріміз видеомызды қосамыз, белсенді қатысайық. Жақсы, кеттік әрмен қарай. Блок сызбаның түрі. Блок сызба түрінде де бізге келеді деп айтып едім ғой алгоритмдер. Толық тармақталу. Толық. Не себептен толық? Мына жерде варианттар бар ғой, жартылай шартсыз деген. Шартсыз деген өмірде жоқ негізінде. Тармақталу ол всегда шарт арқылы, я? Толық. Толық. Не себепті толық? Я болса да, жоқ болса да. Я, өйткені я да бар, жоқ та бар. Толық емес деген қалай болушы еді? Тек я. Тек я. Өйткені ол тек қана if денесінен тұрады. If Екеуі де бар болып тұрған жерде. Бұл жерде else та болып тұр ғой. If орындалмаған жағдайда бізде жоқ деген жағдай ол else. Сол себептен де бізде ол толық тармақталу болып тұр екен. Сұрақ бар ма? Жақсы, кеттік әрмен қарай. Программа үзіндісіндегі input.txt файлының ашылу режимі дейді. Оқу үшін ашылған. Қайдан білдік оны? Open. Open оқу үшін ашу үшін еді. Бізде open функциясы екі параметр қабылдайтын. Біріншісі файл аты және кеңейтілімі, немесе оған апаратын жол. Екіншісі міндетті түрде файлды ашу режимі етін. Мына жерде ашу режимі берілмеген. Сол себептен де берілмеген жағдайда ол по умолчанию бізде оқу үшін ашады екен. Оны жай ғана білу керек. Түсіндік пе? Сұрақ. Жақсы, кеттік әрмен қарай. Жүйелік программалық жасақтама. Қайсысы бізде жүйелікке жатады? Осылар жаман шатастырымшағынан қалай жаттауға болады? Так, Windows. Microsoft Windows. үшеуі ғой бізде жүйелік қолданбалы, иә? Сосын үшіншісі қалай еді? Instrumental. Инструменталды. Microsoft Windows болмай ма? Инструменталдының ішіне бізге жаңағы программалар Python, жаңағы Pascal деген секілді, чисто программа жасайтын программалар. Енді жүйелікке операциондық жүйелер және де компьютерді басқаруға, жөндеуге, сервисті қызмет көрсетуге арналғандар кіреді. Мысалы Windows деген сияқты. Архиваторлар кіреді. Одан кейін антивирустар кіреді. Сосын сервисті қызмет көрсететін Everest Ultimate деген бар еді ғой. Естерінде ма? Иә, сол секілді қызмет көрсететін программалар жүйелік, ал қалғанның барлығы қолданбалыға жатады деп жаттап ала салу керек. Бұл жағдайда бізде дұрыс жауап жүйелікке, Microsoft Windows. Excel бізде кесте құрады, бұл қолданбалы, Photoshop қолданбалы, Python инструментал. Өте жақсы. Мыналарды өшіре салайық. Оның толықтай тізімі бар ғой да? Солай ма?
кітап бар бізде. Кітаптың ішінде осы программалардың қайсысы қай түріне жататындығы барлығы көрсетілген. Жарайды, ендеше әрмен қарай кеттік. Кестелер жиынтығы ретінде ұсынуға болатын деректер қоры. Реляциялық дерек. Реляциялықтың басқаша аты кестелік. Кестелер түрінде ол жерде ақпараттар ұсынылады. Так, жарайды, сұрақ болса сұрап отырайық. Түсініксіз болған жерлер болса, асығып кетіп бара жатсақ, айтып отырыңдар. Insert into T1 дейді. Values V1 өтір V2 командасындағы кесте атауы қандай? T1. Бұл команда не істеп тұр өзі? Қосып тұр кесте. Жазба қосып тұр. Жазба қосып тұр, дұрыс айтасыңдар. Insert into бізде жазба қосады. Insert intoдан кейін кесте атауы жазылады. Values'тен кейін жақшаның ішінде сол жазбаның әрбір өріске түсетін мәндері дәл сол реттілікпен түседі. Яғни кесте аты T1. Сұрақ бар ма? Кері байланыс берейікші, реакция жіберейік, сообщение жіберейік, қатысып отырайық. Видеоны қосыңдаршы. Нұрсұлтан, Заңғар, Асия видео қосамыз. Видеоларымызды қосайық. Кеттік. Қажетті деректерден тұратын өрістерді анықтайтын SQL командасы. Заңғар, Нұрсұлтан, Асия. Қосамыз видео. Select бола ма? Қажетті деректерден тұратын өрісті анықтайтын select. Дұрыс. Select'тен соң өрістер жазылады. Ал кестені қай блок анықтайды? From. Дұрыс. Where бізде қандай команда еді? From бар. Қайда баратынын. Қайда баратыны емес where деген. Дәл басқа мағынада қолданып тұр. Where бізде шартты сүзгі. Яғни шарт құрады. Шарт where блогынан кейін жазылады. Яғни бұл select'тен өріс таңдалып, from'нан кесте таңдалып, соның ішінде where арқылы ол сүзгіден өтеді. Order by не істеуші еді? Сұрыптайды. Order by сұрыптайды. Ask өз өретімен, desk кем өретімен. Жақсы, кеттік әрмен қарай. Microsoft Excel электронды кестесіндегі үй ашық адресі. Алдында осындай сұрақ болып еді ғой бізде. Қайсысы үй ашық адресі бола алады? А деген үй ашық адресі бола алмайды. Себебі бізде Excel'де бағандар міндетті түрде әріппен көрсетіледі, жолдар міндетті түрде санмен көрсетеді. Ал үй ашық адресі солардың қиылысында болады. Мысалы мына AZ5 дұрыс айтасыңдар. Не себептен бұл екі әріптен тұр? Себебі алдында көрсеттім, A, B, C, D, E, F, G дальше кете береді да, ең соңындағы Z-тен кейін бізде уже әріп бітеді ғой, Z-тен кейін алфавиттегі. Уже A деп басталады. Одан кейін A, B деп дальше кете береді да, сол жерден мына AZ кездесті. Z-тен соң 3A кетеді. Себебі дәл алфавиттегі дейгі, дәл жағы санау жүйелеріндегі дейі. Мысалы бізде санау жүйесінде 0, 1, 2 деп неға 9 деп біткеннен кейін басына барады да, мына 0-ден кейін. Мұнан алдына 0 қойып шығады бәрінің. Ой, 0 емес құрсын. 0 еді, 1 қойып шығады. Мына 1, 1, 13, 14, 19 деген секілді. Дәл сол секілді, мына жерде де AA, ол Z, Z-тен кейін. Сұрақ бар ма? Кеттік әрмен қарай. HTML код нәтижесінде құрылатын веб құжат дейді, мұнан ала тұрайық. Вот. Не себепті? H1, H2 деген жоқ, барлығы бірдей болады да. Ой, ойнайтын. Вот. BR жоқ екен. Өйткені мына жерде бізде BR болмағандықтан олар келесі жолға түспейді. Дұрыс, H жоқ екендігін дұрыс айттың. H-тар болған жағдайда ол бізде әртүрлі көлемдегі біздегі тақырыптық текті, бұл заголовоктар етін. Мынау да H-тар арқылы жазылған. Мына екеуі қарапайым осы дәл сол текст, бірақ жол тасталынбайды. Егер бізде BR тегі қолданылмаса, келесі жолға көшпейді. Түсіндік пе?
Жақсы. Сұрақ, қалғандарымыз неге үндемейміз? Қатысайық, белсендірек болайық, кішкене оянайық. Табатырық. Кеттік әрмен қарай. Маска бола алатын тізбек. Қай тізбек маска бола алады және не себептен? Сырма. Не себептен? Үш несі бірдей болады ғой. 250 болшы. Мынада да Соңғы 250 бірдей ғой. Мынада да бірдей. Негізі шарты ондай емес масканың. Масканың шарты қандай еді? Қандай маска бола алады, қандай бола алмайды. Жарайды, маска бізде даже кейде былай санмен де көрсетіле салмай ма? Мысалы, мынандай адрес жазылып тұрады да. Мысалы, мынандай адрес жазылып тұрады да. Осының қасында бүйтіп слэш дейді да, 20 дей салады. Міне мынау маска, иә? Бұна 20 нені білдіруші еді? Или былай жазыла салады. 24 дей салу мүмкін. Бұл деген бірлердің саны. Және маскада бізде ол мынандай маска бола алады. Мысалы 255, 255, даже 0, 0. Мынандай маска бола алады. Бірақ мынандай маска бола алмайды. 255, допустим 0. Мынандай маска бола алмайды. Не себептен? Себебі мынау бізде бірлердің саны. Бұл бірлер бізде қатарынан орналасады. Яғни 24 бір деген ол 8 жердегі қанша? Әр блок 8 символдан тұрмайды ма? Міне 8 бір блок кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екінші блок кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үшінші блок кетті. Бұл деген 255. Нүкте арқылы әрине. Ал содан кейінгі орналасатын сан, яғни бізде маска мынандай бола алмайды дедік қой. Ол деген бірлер қатарынан орналасу керек. Даже ол бізде 0-ден бастала алмайды. Немесе бүйтіп бірлер келе жатып, ортасына 0 түсе алмайды. Ол міндетті түрде қатарынан бірлер тізбегі болу керек. Түсініп жатырмыз ба? Демек, бұлайынан бірлер тізбегінің арасында бір жерінде 0 тұруы мүмкін емес. 0 болатын болса, ол тек ең соңына қарай барып тұрады екен. Сонда біздің қазіргі адресіміз міне мынау екеуін біреу деп тұрық қой. Мынау не үшін бола алмайды, білесіңдер ме? Себебі 128 ортасында. Себебі жоқ, ол 255, яғни 0 мен 255-ің арасында болу керек. Максимум мәні 255. Мынау 258 деген асып кетті ғой, ә? Мынау да 2400 деген асып кетті. Біз қазір мына екі вариантты қарастыра аламыз. Осылардың ішінде бағана ереже бойынша ол тек бірлер ең басында кетеді. Ортасында соңында бір болмайды. Бірлер басында до конца. Мына жерге дейін жетті ма хотя бы? Болады, о жерге дейін жетсе де, дальше былай 8-дер кетеді. Қанша болды мына жерде? 3, 6, 17, 8. Міне былай бола алады маска. Алтаудан жазып отыр. 128 болады ғой. Себебі мынандай нөлдер ортасында кездесе алмайды маскада. Себебі қараңдар, мына 255-тің үшеуі ғой қатар, иә, міне 255. Мыналарды екеуін болмайды дедік, себебі мынау дұрыс емес, мынада мынау дұрыс емес дедік. Мына екеуінде осылайынан бірлер келетады. 255 деген бірлер ғой, үшеуі жазылады. Және соңғы мына 12-ні айналдырып көрейікші, 12-ні айналдырсақ қанша болады? 0, 0, 1, 0. Одан бірінші 6-тан береміз, иә? 12, 0, 6-ны 2, 3-тен бересің 6, 0, 3-ті 2, 1-ден бересің 2, 1. И бұлай емес па? Осындай болды ма? Иә. Так, мына сан енді мына жерге жазылу керек. Ол қалай жазылады? Соны айтыңдаршы, мынау қалай жазылады? 8 символдан тұру керек ол. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Міне, мынау бізде 12-нің жазылуы. Ондық санау жүйесіндегі IP-дегі жазылуы. Демек, мына жерде қараңдаршы, бағанағы ережеге қарама-қайшы келіп тұр ғой бұл. Бірлер нөлдердің, то есть нөлдер бірдің алдына шығып кеткен.
Ондай бізде болмау керек. Бізде бірлер бірінші жазылып бітуі керек. Сосын барып нөлдер қалған орынның барлығын толтыру керек. Ал 128-ді айналдырсаңдар, 128 деген 2-нің неше дәрежесі? 7. 7 дәреже. Как раз ол мынандай болады міне. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жерде міне 2-нің 0 дәрежесі, 1 дәреже, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дәрежесі міне. Как раз ол осындай болады екен да, 1 ең алдында тұр. И және мына адреске оны жазған жағдайда, мына мынандай болады. 1 болады да, мынаның бәрі 0 болады. Түсіндік пе? Сол себептен де бізде мына 128 бола алады маска. Өйткені ол біздің ережеге сай кеп тұр. Бірінші бірлер жазылды, сосын барып қалған орын барлығы нөлдермен толтырылды. Нөлдің ешқайсысы ортаға түсіп кеткен жоқ. Мынау деген бізде 255, 255, 255 и болды ғой да. Сұрақ бар ма? Қайдан шыққанын түсіндік пе? Қалай шыққанын? Сонда мына жерде IP адрестің соңында қандай сан жазылады? Мына жерде слэштен кейін 8. 25 па? 25. Сымбат айтып көрші, не үшін 25? Санжар, не үшін 25? Бағана не деп айттық бұл санды? Бірлердің саны. Бұл бірлердің саны. Маскадағы бірлердің саны. Осы санға қарабақ, біз мынандай масканың адресін біле аламыз. Қайдан білеміз біз? Өйткені ол всегда бірлері бірінші кетеді. Егер ол әр жерінде болатын болғанда, құр бірлердің санына қарап, біз масканы таба алмаймыз, солай ма? Ал мына жерде құр бірлердің санын біліп ақ, біз мына адресті жазып шыға аламыз. Өйткені бірінші 25 бір жазасын, қалған орынды нөлмен толтырасын. Максималды қандай сан бола алады мына жерде? Қайерде ана 4-ші неде ма? Мына жерде 30. жоқ. Так, 28. 32 емес па? 32, иә, 32. 8 жердегі 4 емес па жай ғана? Мына блокта Иә, 8, иә. мынада 8, 8 актеттер емес па өзі? Иә? Жеңдік пе? Сұрақ бар ма? Жақсы, ендеше кеттік әрмен қарай. Так, мына өрнектің мәні. Кеттік кәнеке, айналдырайық та, пытырлатып есептеп тастайық. Бәрін ондыққа келтіреміз ба? Сол ыңғайлы болады, себебі көбейту мен бөлу амалдарын біз тек ондықта шығара аламыз ғой. Біз деймін. Негізі өмірде болады әрине есептеуге. Зачем ол бізге? Сонымен есептеп жатырық па? Әшейін біреуін шығарғанын күтіп жатырық па? Мың 67 болады. Басқа ешкім есептемеді ма? Ужас. Дұрыс па? Зыбы. Ешкім үндемейді ғой. Шығарсаңдаршы, ерінбесеңдерші. Шығарамаймыз ба, или?
Кетке аса берик. Теманың логикалық өрнегі. Емес. Эмес. Емес, дұрыс. Бұл инверсия. Білмейміз ба? Білетіндер, то есть білмейтіндер бар ма? Сұрап отырайық, өтіп кетпейік зырылдап. 6 элементтен тұратын бір өлшемді массивтің оң элементтерінің қосындысын есептеп, экранға шығаратын программалық кодтың дұрыс жазылуы дейді. Қарап шықтық па? Өзіңіз талдай бересіз ғой. Да болмай ма? Себебі. Так, жарайды. Неге А емес? Адан қате табыңдаршы, әр варианттан қате табайық. Аның қатесі қандай? Сум тең нөлге деп тұрғандық. Жоқ, аның ең бірінші үлкен қатесі мына екеуі бір жолда тұр. Ал бұл команда шартқа қатысты болу үшін ол мынау секілді табуляция арқылы жазылу керек емес па? Егер табуляция арқылы, то есть мына шарт денесі, мынау пустой болып тұр қазір. Шарт денесі бос болатын болса, программа даже қосылмайды. Мынау қате. Так, мынау пока дұрыс, мынаның қатесін тауып көрейік. Сум бірден басталып Тоже тұр. бір жолда тұр. Счет бір жолда тұрғанында бар, иә. Сум бірден басталып тұр. Біз мына жердегі санақ жүргізейін деп жатырмыз да, ол уже бірден басталып тұр. Мына жердегі қате ол көбейтіп тұр. Бұл жердегі әр элемент үшін жасалып тұр, мына циклдың барлығы дұрыс. Бірақ мына шарт бәрінде тоже шарт та дұрыс. Барлығы тек мына сумға кеп қадақ қойған екен. Сум мына жерде кірістірілген, дұрыс жазылған, шарт та дұрыс, бәрі дұрыс. Бірақ мына жердегі әрбір элемент шарттан өткен, әрбір элемент бізде көбейтіліп тұр. Бізге олардың қосындысын табу керек. Оң элементтердің қосындысын. Ол тек С вариантында жасалып тұр. Сұрақ бар ма? Ана сум деген заты. Ау? Сум деген не? Суммасы. Бұл әшін айнымалы. Жай ғана айнымалы. Оның фиолетовый болып тұрған сендерге андай арнайы команда сияқты көрініп тұрған шығар, бірақ бұл жай ғана айнымалы. Ешқандай қызмет жасап тұрған жоқ. А дейсіз сақта бәрібір тура соны ол жасайтын еді. Сұрақ бар ма? Кеттік келесі. Әрмен қарай. Берілген екі кестенің бастапқы кілті. ID. 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 Так, бастапқы кілттің анықтамасы қандай еді? Қайталанбайтын мәндер ма? Жолды бірге анықтайды, немесе тағы да Іздеуді тездетеді деген. тездетеді. Ол индекс қой, но в целом Индекс. Но в целом мәні басқа жазбаларда қайталанбайтын өріс қой. Мына бір деген басқа жазбаларда қайталанбайды. Бір-ақ рет кездеседі. Сондай ақпаратты сақтайтын өрісті біз кілттік өріс деп атайды екенбіз. Сұрақ жоқ па? Кеттік бар қарай. Так, С10 ұяшығындағы мына формулаға сәйкес функция. Кән тауып көрейік. Ала тұрайын ана. Дуда не тұрай. Д. Өйткені орташа мән деп тұр ғой. Дуда не тұрай. Сырызнач деп тұр. Сырызнач. Сол ғолында. Сол Д көрінбей тұрма Д сенде? вариант. Нұрболат Айтбек деген жазу жауап тұрды. Қымбат сенде жоқ па ондай жазу? Мен сотканы көріп отырмын. Сырызнач деп тұр.
Мына жерде себебі Мынау қос. 6 сан қосылып 6-ға бөлінген кезде ол бізде сырызнач болады. Мына бөлу 6-ны байқамай қалған жағдайда біз мынаны сум деп ойлап қалуымыз мүмкін еді. Бірақ мына жерде дәу қып орташа деп жазып қойған ғой. Именно С10-да. Орташа мәнді анықтайтын бізде функция сырызнач. Қараңдаршы, әшейін орташа мәнді анықтайтын функцияны қалай бүйтіп әуре болып сұрап жатыр, иә? Айналдырып әкеп бізді шатастырып. Сұрақ бар ма? Жоқ. Ендеше, программа фрагментін орындағаннан кейін жол айнымалылары ие болатын мәндер дейді. Мәне керек болса. Мәне сұмдығай. Соткымен отырғандар сәл жақындатып қарасақ болады. Көрінбей жатқан шығар да. Бұл жерде S1 деген жол бар. Оның мәні Python программинг. S2 language. S3 осы екі жолды қосады екен. Жолға жолды қосса не болады? Качествосы екі қол. Интернеттен ғой. В целом суреттің де качествосы супер емес енді. Тест-центрдің суретін скриншоттағам ғой еще. Так, екі жолды қоссақ, бізде олар жай ғана жабысып қалады. Бірақ мынау неге жабысып қалмайды? Өйткені қараңдаршы, мына жерде пробел тұр. Байқала ма пробел бар екен? Сол себептен де бірінші на сөз кетеді. Мына ол бірінші жазылған. Python programming language кетеді. Дальше, бұл білмеймін қайсысы болатын, қазір көреміз. Мына жерде мына шарт S4 тең дейді, S1 тең емес S2-ге. Мынау бізде шарт қой да, ол не қайтарады бізде? Бұл логикалық өрнек. Логикалық өрнек бізде true false қайтарады. Яғни мына жағдайда ол ақиқат шарт болғандықтан ол true қайтарады. Уже біз мына false дегендерді сызып тастасақ болады, error-ды сызып тастасақ болады. Так, пока екі жауабымыз бар. В болады. Да, плюс Анда тұр. қосу тұр ғой. Да, плюс тұр. Да, плюс тұр дейсің ба? Иә. Уже мынау қате, иә, плюс. И уже мынаны белгілесақ болады. Дальше қызық емес пе? Қалғаны қаяқтан шығатыны? Мынау len бізде мына символдардың саны. Алтыны арасаңыз. 6-да мына белгінің орнына формат функциясы арқылы мына сөз тұрады. Programming language. Формат бізде жолға арналған, жолды өңдеуге арналған функциялардың ішінде кестеде бар. Қарап бедік ол кестеге? Қарамадығы ба? 10-шы сыныптың кітабында жолдарды өңдеуге арналған функциялар мен процедуралардың ішінде осы формат деген функция бар. Сыныпта екенсіз. Сұрақ? Жоқ па? Кеттік. Жоқ. Так, мына оқушылар кестесін мынандай өрістерден тұратын құруға арналған сұраныс ал керек болса. Датабейсті сразу сызаймыз, иә. Я датабейс сразу кетіп қалады. Дальше. Grade Вариантын тоже сызаймыз. Өрістің аты ғой grade деген әшін. С вариантында оқушы деп тұр. Кестенің аты оқушы деп тұр, иә? Бізде Иә, оқушылар сызаймыз. деген қате. Так, пока. ID бізде primary key болады дейді. Так, name, surname, varchar болады дейді бәрінде. Birthday, туған күн, date дейді. Email, varchar, float дейді. Float боламайды ма? В варианты болады. Float боламайды. Grade деген не ол бізде? Бітірген жылы ғой, иә, оқуды? Оқушылардың бітіретін жылы ма? Ол бізде, так, бүтін сан. Басқа қате таппай қалдық па? Біз что-то көрмей қалды ғой бірдеңені, иә? Тек float-тан ғана қате кеткен ғой. Бізде float, наларда ше? Birthday date. Оның бас жақтарында қате ғой, кесте атауында. Мына екі, біреу-ақ қап тұр ма не бізде? Қайда? Тағы қате іздеп жатырмын ғой, біреуде қате бар ма екен? Так, жақсы. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жақсы, ешкімде сұрақ жоқ Сау болады. болыңыз. Сау болыңдар. Сабақ Сау болыңыз. аяқталды. Эфир бітті.
жок.